Баршаңызға сәлем. Қадір түні қандай түн? Бұл түн аса қадірлі түн. Өйткені араб тіліндегі сөзі қадірлі түн, құдіретті түн, маңызды түн деген мағыналарды білдіреді. Бұл түн басқа түндерден орны ерекше. Өзге түндерде жасалған ғибараттар оған жете алмайды. Сондықтан атына заты сай қадір түні деп аталған. Бұл түнде жаратылыстардың тағдыры белгіленіп, келесі қадір түніне дейінгі болатын адамдардың ырзық несібелері, өмір өлшемдері секілді маңызды уақиғалар Алла Тағала тарапынан періштелеріне аян болады. Рамазан айы келгенде ораза айы келеді. Онда 1000 айдан қайырлы қадір түні бар. Кім сол түннің сауабынан құр қалса, барша жақсылықтан махрұм қалмақ. Құлшылық етіп, сауапқа кенелуге ең ұтымды уақыт қадір түні. Ал ең қорқынышты түн адамның қабірінде болатын түні. Қадір түнін құлшылықпен өткізу қабірдің жап-жарық болып нұрлануына жол ашады. Қадір түні бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше қасиетті түн. Сонымен қатар бұл сөз құдірет мағынаны да қамтиды. Қадір түнінің қасиетін жұмыр басты пенде өз ақылымен біле алмайды. Сондықтан оның қадір қасиетін жаратушымыздың өзі Қадір сүресінде. Біз оны Құранды қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесіз бе? Аллах Тағала білдірмесе, қайдан білесіз? Қадір түні 1000 айдан да артық. Ол түні Аллахтың рұқсатымен кез келген іс үшін рух пен періштелер түседі. Әсіресе ол түні ғибадатпен өткізгендер үшін таң атқанға дейін Аллахтың рахымымен есендік жауады деп баяндайды. Бұл түні періштелер түсіп, жер бетінде береке орнайды. Алланың кешірімі нәсіп болады. Періштелердің жер бетінде түсуі қадір түнінің маңыздылығын білдіреді. Періштелер мұсылман үмбетін аралап, қандай ғибадат жасағандарын, таң намазына дейінгі дұға тілектерін тыңдап, амал дәптерлеріне мол сауап жазып тұрады. Қадір түні жамандық азаятын, құлшылық пен игі істері көбейетін түн. Бұл түнде таң атқанша Алла Тағаланың сәлемі жалғасады делінген. Қадір түні 1000 айдан артық. Есептесек, 1000 ай дегеніміз 83 жыл деген. Демек, қадір түніндегі құлшылығымыз 83 жылдық ғибадаттың сауабына тең болмақ. 95 жылдық адам өмірін алсақ, оның 15 жылы балиғат жасы болып саналады. Сонда толық 80 жыл өмір сүргені. Ендеше адам өмірінде бір қадір түніне дөп келу бүкіл өмірін құлшылықпен өткізгендей сауапқа кенеледі. Қате, кемшіліктер, күнәлар кешіріледі. Кім қадір түнін артықшылығынша сеніп, Алла Тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі. Қадір түні берекелі түн. Құранда Алла Тағала біз Құранды берекелі түнде түсірдік дейді. Қадір түнінің белгісі. Әбу ибн Алла елшісінен қадір түнінің белгілері жайлы мынандай деректер жеткізген. Ол түн тыныш болады, қатты ыстық я қатты салқын да емес. Алла Тағала кейбір адамдарға түсінде немесе өңінде білдіреді. Сол түннің нұрлы екенін көреді. Кейде жүрегінде осы қадір түні екендігі білдіріледі. Алла Тағала барлығын білуші. Қадір түніндегі құлшылықтар. Қадір түнінде жасалған дұға тілектер қабыл болады. Мына 4 күні жасалған дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының ортасы,
Барат түні, қадір түні және айттың бірінші күні деген. Айша анамыз пайғамбарымыздан қадір түнін қалай дұға етемін деп сұрағанда, Алла елшісі: «Уа Раббым, сен әрине кешірімдісің, жомартсың, кешірімді жақсы көресің, мені де кешіре көр деп дұға ет» дейді. Алла тағала адам баласын өзіне құлшылық етсін деп қана жаратқан. Олай болса, 1000 түннен қайырлы бұл түнде түрлі ғибадат жасап, нәпіл намаз оқып, Аллаға жақындататын іс жасаған абзал. Расулалла кімде-кім қадір түнінің артықшылығына сеніп, Алла тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Құран оқу өзі үшін, әке-шешесі үшін, туған-туыстары мен барша мұсылмандар үшін дұға ету, күнәларынан тәуба ету, уағыз насихат тыңдау Алла тағаланың кешірімі мен мейіріміне апарар төте жол болмақ. Қадір түні құлшылықпен өткізген адамның жүрегінде тыныштық орнайды. Жаны рахат бір сезімді бастан кешеді. Кей адамдардың сол түні дұғалары жылдам қабыл болады.